Сәлем достар, Шолсыздың шеберханасына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз осындай следы тоқитын боламыз. Өте әдемі, көрнекі. Люрексі бар жіптермен тоқса, той жиындарға киюге болатындай әдемі следылар болады. Ал бастаймыз. Следы тоқу үшін бізге крючок керек. Менде номері 2,5 және тоқыма жіп. Менің жібім 100 грамда 320 метр. Мен акрил жіпті алдым. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша басқа да жіптерді алсаңыз да болады. Ең алдымен воздушная петлядан бастаймыз. 5 воздушная петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ең бірінші петляға крючокты өткізіп, дөңгелек жасаймыз. Енді осы дөңгелектің ортасына біз 13 столбик с накидом тоқуымыз қажет. Бірінші 3 воздушная петля. Енді бұл бізде бірінші столбик с накидом болып есептеледі. Енді 12 столбик с накидом тоқимыз. Үш столбик с накидом тоқып болдық. Бірінші столбикпен мынау 3 воздушная петляның ең жоғарғы петлясына қосамыз. Бұл біздің бірінші қатар. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз әрбір столбиктің үстіне 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Енді осы столбикке тағы бір столбик с накидом тоқимыз. Іліп алдық. Өткіздік. Келесі столбикке де 2 столбик с накидом тоқимыз. Жіпті аламыз. Тағы да осы столбикке крючокты өткізіп, жіпті іліп аламыз. Үшінші столбикке. Осылай. Соңына дейін 2 столбиктен тоқып шығамыз. Соңында бізде 26 столбик с накидом шығу керек. Екінші қатарды тоқып болдық. 26 столбик болды вообще. Енді бірінші столбикпен біріктіреміз. Үшінші қатарда бізде 39 столбик болуы қажет. 1, 2, 3. 3 воздушная петля. Жіпті іліп алдық.
бізде бірінші столбик, екінші столбикке крючокты өткізіп, бір столбик накидым. Екінші столбик накидым. Келесі столбиктің үстіне бір столбик тоқимыз. Келесі столбикке екі столбик накидым, тоқимыз. Осылайша соңына дейін бір столбик, екі столбик кезектестіріп, бір-екі столбиктен тоқып шығамыз. Соңында бізде 39 столбик шығу қажет. Үшінші қатарда тоқып болды. Төртінші қатарымыз 1, 2, 3. Төртінші қатарда бізде 48 столбик накидан болу керек. Ол үшін біз әрбір төртінші столбикке екі столбиктен тоқуымыз қажет. Бір столбик, бір столбик, бір столбик, төртіншісіне екі столбик. Міне 3 столбик менде, төртіншісіне екі столбиктен тоқимын. Төртіншісіне екі столбик тоқимын. Төртінші қатарда тоқып болдық. Мен 36-37 размерге тоқып жатырмын. Мен үшін осы көлем жетерліктей. Егер сіз бір 38-39 размерге тоқысаңыз, үлкенде крючок алсаңыз болады, немесе қалыңдау жіп, немесе келесі қатарда тағы 2-3 столбиктен қосуға болады. Ал егер 40-41 размер болса, келесі қатарда 5-6 столбик қоссаңыз болады, сол кезде көлемі келеді. Менің тоқып жатқаным 36-37 размерге. Жалпы 48 столбик болды. Енді 5-ші қатарымызда ешқандай столбик қоспастан айналдырып тоқып шығамыз. Бесінші қатарда тоқып болды. Бесінші қатарда мен ешқандай столбик қосқан жоқпын. Енді негізгі
узорын тоқып бастаймыз. Ол үшін 3 воздушный петля, жіпті ілеміз крючокқа. Келесі столбикке бір столбик с накидом тоқимыз. Келесі столбикке тағы бір столбик с накидом. Енді бір столбик қалдырып кетеміз. Екіншісінен бастап тоқимыз. Жіпті іліп алдық. Бір столбик с накидом. Жіпті іліп аламыз. Қайтадан осы столбикке крючокты өткізіп, тағы бір столбик тоқимыз. 2 воздушная петля. Жіпті іліп аламыз. Тағы да осы столбикке тағы жіпті ілеміз. Үш столбик с накидом тоқыдық. Бір столбик тастап кеттік. Келесі столбикке 2 столбик с накидом, 2 воздушная петля, тағы да 2 столбик с накидом тоқыдық. Енді 4 воздушная петля, 1, 2, 3, 4. Жіпті іліп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбикке 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик с накидом тастап кетеміз. 8 столбикке 3 столбик с накидом тоқимыз. Енді 2 воздушная петля тоқимыз. Жіпті крючокке іліп аламыз. 1, 2, 3, 4 столбикке тағы да 3 столбик с накидом тоқимыз. Екі, үш, төрт воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir, екі воздушная петля, осы столбикке тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Бір столбик тастап кетеміз. Келесіне
Мінекей бізде мынандай шықты. Мына жерде 7 тастап кетеміз арасына. Мына жерде 3 қалдырып кетеміз ортасына. Мына жерде 7 тастап кетеміз. Әрі қарай қатардың соңына дейін бір столбик с накида тоқып шығамыз. Алтыншы қатарды тоқып болдым. Бір. Жіптеліп аламыз. Екі ортасына тоқимыз. Екі воздушная петля, бір, екі. Бірінші бастапқы қатардағы 3 столбикке келдік. Соның біріншісіне 2 столбик тоқимыз. Міне 1, 2. Келесіне ортасындағы 1, 3-ші столбикке 2 столбик тоқимыз. Енді 2 воздушная петля. 2 столбиктің ортасындағы воздушная петляға 1 столбик тоқимыз. 2 воздушная петля. Бірінші столбикке 2 столбик. Одан кейінгісіне 1, 3-ші столбикке 2 столбик с накидом тоқимыз. 2 воздушная петля. Енді мынаның ортасына 2 воздушная петля. Бізде мынандай болып шықты. Әрі қарай столбик с накидамен бітіреміз. Жетінші қатарды тоқып болдым. Негізгі узорымызға келдік.
2 воздушная петля. Мына жерде жаңа бір столбиктен тоқыған 2 столбикті қайтадан бір столбик қыламыз. Міне мен қайтадан көрсетейін. Іліп алдым. Бірінші столбикке өткіздім. Жіпті іліп шығардым. Екеуін бірге өткіздім. Тағы жіпті іліп алдым. Келесі столбикке өткіздім. Жіпті іліп алдым. Үшеу болды крючокта. Үшеуін үш накидті қосып өткіземін. Ортасындағы біреуі осылай шеге бөлек қалады. Соңғы екеуін де қосамыз. Екі воздушная петля. Ортадағы бір столбикке 3 столбик с накидом тоқимыз. Екі воздушная петля. Екі столбикті қосамыз. Ортасындағысын өзін ғана тоқимыз. Шеткі екеуін қосамыз. Ой. Қайттан көрсетейін. Екі воздушная петля. Енді мына ортаға неге? Жапырақ өзінің формасына келіп жатыр. Мына екі жапырақ. Мына шеткі, мына узор, бұл негізгі узор осылай өзгеріссіз қалады. Ортадағы мына жапырақтар өзгере береді. Мынау міне жапырақтың бір қатары қалды. Өзі мына жерде ортасынан тағы жапырақ шығады қазір. Әрі қарай тоқып бітіреміз. Негізгі узорға келдік. Екі воздушная петля. Бір воздушная петля тоқимыз. Мына жерде бізде екі воздушная петля болса, бұл қатарда бір ғана воздушная петля тоқимыз. Жіпті іліп алдық крючокқа. Осы 3 столбикке келдік. Осы үшеуін біз енді бір столбикке айналдырамыз. Ол үшін міне жіпті крючокқа іліп алдық. Бірінші столбикке крючокты өткізіп, жіп тартып аламыз. Екеуін жіпке өткіземіз. Келесіне де жіпті іліп алдық. Келесі столбиктен өткізіп, жіпті тартып аламыз. Екеуін бірге өткіземіз. Жіпті іліп алдық.
Енді осылардың барлығын біріктіреміз. Неке. 2 воздушная петля. Мына жерде бірінші столбикке бір столбик тоқимыз. 2 воздушная петля. Ортадағысын тастап кетеміз да, үшіншісіне бір столбик с накидом тоқимыз. Неке. 2 воздушная петля. Мына жерде де үшеуін біріктіреміз. Воздушная петля. Ой, мына жерде бір воздушная петля. Воздушная петля. Әрі қарай соңына дейін столбик с накида тоқимыз. Алдыңғы жағы бізде осылай болып келе жатыр. Бірінші жапырағымыз бітті. Келесі қатарға келдік. 10-шы қатар бізде мынау қатар сияқты, мынау қатар сияқты тоқылады. Екі воздушная петля. Бір, екі, үш, төрт воздушная петля. Мынаны тастап кетеміз. Бұл бізге енді керек емес. Мынаған тоқимыз. Жалғыз тұрған столбикке 3 столбик с накидом тоқимыз. Екі воздушная петля. Келесі столбикке де 3 столбик с накидом тоқимыз. Енді 4 воздушная петля. 1, 2, 3, 4. Бізде бір жапырағымыз бітті. Әрі қарай осылай қайталанып кете береді.
Мынау қатар бізде, мынау қатар. Қазір келесін мынаны тоқимыз. Одан кейін мынау қайталанып кете береді. Мына жағын қоспаған кезде, мына жапырақтардың өзі бізде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 қатар тоқуымыз, 12 қатар болу керек. 3 жапырақ тоқимыз. Әзірге 3 жапырақты тоқып алайық, сосын әрі қарай қалай тоқитынын көрсетемін. Үш қатар жапырақ тоқып болдық. Менде мынандай болды. Енді біз следейдің мына табан бөлігін тоқимыз. Ол үшін қатарды аяқтаймыз. Мына бірінші столбикке қарай өтуіміз қажет. Ол үшін мінеке. Ең шеткі столбиктің үстінен әдеттегідей айналдырып аламыз. Неке былай өткізіп алдық та айналдырдық. Жіпті қиып алып, басынан бастасаңыздар да болады, бірақ осылай да ыңғайлы. Білінбей кетеді. Осылайша табанғы бөлігіне, табанына соңына дейін тоқимыз. Табанындағы соңғы петляға келдік. Енді кері қарай тоқимыз. Осылайша 10 қатар тоқимыз. Табанына 10 қатарын тоқып болдық. Енді өкшесінің формасын келтіреміз. Ол үшін менде барлығы мына жерде 25 столбик болды. Соның ортасынан қысқартатын боламын қазір. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді ортаңғы алтауын, келесі алтауын столбик без накида тоқимыз. Крючокты енгіземіз. Накид жасамаймыз, бірден крючокты енгізіп, жіпті тартып аламыз. Келесі
1 2 3 4 5 6-шысы. Енді әрі қарай соңына дейін столбик с накидом тоқимыз. Осылай болды. Ортаңғы 6 столбикке келдік. Күртшікті бірінші столбик без накидаға енгіземіз. Жіпті тартып аламыз. Келесіне күртшікті өткізіп, жіпті тартып аламыз. Екеуін екі столбикті қосамыз. Келесіне біреу, екеу, келесі екеуіне әрі қарай столбик с накидом соңына дейін тоқимыз. Тоқып болдым не? Менде мына жағында 9 столбик с накидом, мына жағында 10 столбик с накидом. Ортасында 3 столбик без накида қысқарттық. 3 столбик без накида болды. Әрі қарай тоқимын. Ортаңғы столбик без накидаға келдім. Бұл жерде мінеки. Бірінші столбикке өткізіп жіпті тартып аламыз. Екіншісіне жіпті тартып аламыз. Үшінші столбик без накидан жіп тартып аламыз. Барлығын қосып бірге тоқимыз. Мінеки. Әрі қарай соңына дейін столбик с накидом тоқимыз. Болдым. Енді мінеки мынау бізде өкшесі болады. Ішкі жағына қаратамыз.
осылай беттестіріп тоқып шығамыз. Неге? Енді үстіңгі бөлігін тоқимыз. Қырынан тұрған столбиксін накидым. Осылай осыған жіпті өткіземіз. Осы столбикс накидімге тағы бір столбикс накидім. Қимыз. Келесі мінеке. Осылайша әрбір осы столбикс накидім ғой, қыр жағынан екі столбиктен тоқып шығамыз. Соңғы столбикке келдік. Енді узорды тоқуға көшеміз. Жіпті іліп алдық крючокқа. Ортасынан өткізіп, екі воздушная петля, төрт воздушная петля, бір, екі, үш, төрт. Жіпті іліп аламыз. Осы екеуіне тоқимыз. Біріншісіне 3 столбикс накидім. Екі воздушная петля. Екінші столбикке 3 столбикс накидім, тоқимыз. Төрт воздушная петля, 1, 2, 3, 4.
Әрі қарай мына бетіндегідей мына жақтан да әр мына бір столбикке 2 столбик с накидом тоқып шығамыз. Екінші жағында тоқып болдық. Әрі қарай схема бойынша осындай тағы бір жапырақ мына жерге тоқимыз. Төртінші жапырақты тоқып болдық. Келесі қатарда біз бір петлядан қысқартуымыз керек. Ол үшін мінекей. Бір столбик қысқарттық. Және мына алдында узор тоқымаймыз. Жіпті крючокқа іліп аламыз. Біріншісін тастап кетеміз. Бірінші петляны, екінші петляға столбик с накидом тоқимыз. Ортадағы 2 воздушный петляға 2 столбик с накидом тоқимыз. Және біреуін тастап кетеміз. Соңғы галочканың екінші столбигіне 1 столбик с накидом тоқимыз. Воздушная петляның үстіне 1 столбик с накидом тоқимыз. Келесі столбик тоқимыз. 2 воздушныйның үстіне 1 столбик с накидом тоқимыз. Жерден де бір столбик қысқартамыз. Осылай болды. Соңына дейін столбик с накидом тоқимыз. Толық тоқып бітірдім. Келесі қатарда біз қысқартуымыз керек. Аяқтың формасына жақсы түсу үшін. Осылай қысқарттық. Осылайша алдынан екінші қапталынан және өкше жағынан
Жалпы 4 столбик қысқартамыз. 4 петля қысқартып болдым. Енді келесі қатарда біз мына 2 қатарды тоқуымыз керек. Резинка сияқты болып тұратын. Ол үшін бір теріс, бір оң столбик тоқимыз. 3 воздушная петля. Бізде бұл бір теріс столбик болады. Енді жіпті крючокқа іліп аламыз да, крючокты міне столбиктің аяғы, міне мынау бас жағы болса, мынау столбиктің аяғы. Осыған өткізіп жіпті іліп шығарамыз да, осылай тоқимыз. Келесін теріс қылып тоқимыз. Ол үшін крючокты алдыңғы жағынан өткіземіз. Жіпті тартып шығарамыз. Неке. Тағы да оң столбик. Жіпті іліп аламыз да, арт жағынан неке жіпті ілеміз да, осылайша соңына дейін тоқып шығуымыз керек. Соңғы столбикке келдік. Тағы бір қатар тоқып шығамыз. Қатар енді оңайырақ болады, өйткені мына нелер уже дайын бізде. Осы бойынша тағы бір қайталап тоқып шығамыз. Соңғы қатарды бітірдік. Жіпті жасырамыз.
бізде осындай әдемі следылар дайын болды. Сіздер де тоқып көріңіздер, өте әдемі болады. Басқа түсте, жасыл, қызыл сияқты түстерде тоқса өте керемет болып шығады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.